Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз аюдың досы күшікті тоқитын боламыз. Мен оны жіңішке жіппен тоқығандықтан ол кішкентай болып шықты. Ал егер сіздер үлкенірек жіппен тоқитын болсаңыздар, сәйкесінше ойыншық та үлкенірек болып шығады. Бұл ойыншық өте оңай әрі тез тоқылады. Әрине, бұл видео бұрыннан тоқитын адамдарға арналған. Ал егер енді бастаушы тоқымашыларға арналған видео керек болса, яғни одан да ең оңай, тіпті бұдан да оңай ойыншықты тоқыған жөн. Қаласаңыздар, онда астына жазып кетіңіздер. Сонда менің ойымша өте оңай әрі өте сүйкімді ойыншықтың тоқылуын толығымен көрсететін боламын. Мен сырғымалы шалмаға 6 шалмасыз бақанша тоқимыз. Екінші қатарда бір шалмасыз бақаншамен бір рет қосамыз. Яғни бір бақаншаның үстінде бір шалмасыз бақанша болса, екіншісінде бір бақаншаның үстінде 2 шалмасыз бақанша болады. Барлығы 9 бақанша. Осындай кезден бастап, қалған жіпті тартып, тесігін жауып, байлап бекітіп қоямыз. Ал үшінші қатарда еш өзгеріссіз 9 шалмасыз бақанша тоқимыз. Барлығы 9 бақанша. Үшінші қатарда бір шалмасыз бақанша және бір рет азайтамыз. Яғни, азайтуда біз екеуінің үстінен бір шалмасыз бақанша тоқимыз. Барлығы 6 бақанша. Кейін осы кезден бастап ойыншығымыздың қолдарын жүнмен немесе мақтамен толтырып қоямыз. Одан кейін 5 пен 7 қатар аралығы, яғни 3 қатарды 6 шалмасыз бақаншамен еш өзгеріссіз, қосып азайтусыз тоқимыз. Барлығын тоқып болғаннан кейін біріктіргіш шалмамен ұшын кесіп, одан кейін артық жіпті ішіне салып қоямыз. Міне, қолымыз дайын болды. Енді дәл осындай тағы да біреу керек. Ойыншықтың аяғы да қолы сияқты бірдей басталады. Яғни сырғымалы шалмаға 6 шалмасыз бақанша тоқимыз. Артынша жібін тартамыз да 6 бақанша қосамыз. Яғни бір бақаншаға 2 шалмасыз бақанша тоқимыз. Сөйтіп, ақырында бізде 12 шалмасыз бақанша шығады. Артынан қалған жіпті бекітуді де ұмытпаймыз. Ал үшінші қатарда еш өзгеріссіз 12 шалмасыз бақанша тоқимыз. Осы 4-ші қатарда біз аяғымызда ойыншығымыздың аяғын шын аяққа ұқсатамыз. Яғни бірінші біз 3 шалмасыз бақанша тоқимыз. Артынша 3 рет азайтып, одан кейін қайттан 3 рет шалмасыз бақанша тоқимыз. Барлығы 9 бақанша болады.
Ал 5-ші қатарда біз 2 шалмасы бағанша, одан кейін 1 рет қысқартамыз, одан кейін 1 рет шалмасы бағанша, тағы да 1 рет қысқартамыз, одан кейін 2 шалмасы бағанша тоқимыз. Барлығы 7 бағанша болады. Осы кезде біз ойыншығымыздың басына қатты қылып жүнімізді немесе мақтамызды саламыз. Қолына да, аяғына да, бас жағына ғана салған жөн. Ал 6-шы 9-шы қатар, яғни 3 қатарды еш өзгеріссіз 7 шалмасы бағанша қылып тоқимыз. Тоқып болғаннан кейін қолын аяқтағандай біріктіргіш шалмамен аяқтап, ұшын кесіп, артық жібін ішіне тағып қоямыз. Да бізге егеу керек. Керегінше осылай қолымызбен керек формасын ішінен келтіреміз. Бұлайша айтқанда бүкілінің де басталуы бір, яғни бізде денесін аяғы мен қолы сияқты сырғымалы шалмаға 6 шалмасы бағанша тоқудан бастаймыз. Ал 2-ші қатары болса, қолыныкі секілді, яғни біз 1 шалмасы бағанша және 1 рет қосамыз. Осыны 3 рет қайталаймыз. Қатар біткенше барлығы 9 бағанша болады. Артқы жағын байлап бекітеміз. 3-ші қатарда 2 шалмасы бағанша және 1 рет қосамыз. Барлығын 3 рет қайталаймыз қатар біткенше, және барлығы 12 бағанша болады. Төртінші қатарда болса, кезекпен 3 шалмасы бағанша және 1 рет қосамыз. Бұнда 3 рет қайталаймыз, ал қатар соңында барлығы 15 бағанша болуы керек. Бесінші қатарда болса, біз аяғын денесіне біріктіреміз. Яғни, бірінші біз 4 шалмасы бағанша тоқимыз. Одан кейін аяғын видеода көрсетілгендей өзімізге қарай қаратамыз. Ол оң аяғы болады. Және ол аяғын денесі мен аяғынан бізді өткізе отырып, 3 рет шалмасы бағанша қылып тоқимыз. Одан кейін 5 шалмасы бағанша, одан кейін 2-ші аяғын сәйкесінше қаратып, дәл осылай видеода көрсетілгенде бірінші аяғын тоқыған құсатып, 3 шалмасы бағанша мен денесі мен аяғын біріктіреміз. Барлығы 15 бағанша шығуы керек. Ал 6-шы қатарда біз 4 шалмасы бағанша және 1 рет қосамыз. Оны 3 рет қатар аяқталғанша жасаймыз, және қатар соңында 18 бағанша болады. Жетінші қатарда бәрін керісінше жасаймыз, яғни біз 4 шалмасы бағанша тоқимыз, одан кейін 1 рет азайтамыз, оны 3 рет қайталаймыз, ал қатар соңында бізде 15 бағанша шығуы керек.
оныншы қатарда 3 шалмасы бағанша 1 рет азайтамыз. Оны 3 рет қайталаймыз, ал қатар соңында 12 бағанша шығады. 9-шы қатарда 2 шалмасы бағанша тоқимыз, 1 рет азайтамыз, оны 3 рет қайталаймыз, қатар соңында 9 бағанша шығуы керек. 10-шы қатарда біз қолдардың денесіне біріктіреміз. Алдымен 3 шалмасы бағанша тоқимыз. Одан кейін аяғын тоқығандай қолын 3 шалмасы бағаншамен денесіне біріктіреміз. Одан кейін 2 шалмасы бағанша, одан кейін қолын біріктіреміз. Бізде осы қатарда 1 шалмасы бағанша қалғандықтан, осы 10-шы қатарда 1 шалмасы бағаншамен қолын біріктіріп бастаймыз. Қатар соңында 9 бағанша болады, ал 11-ші қатарда қалған 2 шалмасы бағаншамен қолын біріктіріп аяқтаймыз. Ал жұмыстың соңында біріктіргіш шалмамен жұмысты аяқтаймыз. Одан кейін денесін мақтамен немесе жүнмен тығыздап толтырамыз.